Ассаламу алейкум қазақтар. Бірінші бөлім. Қазақ жаулары қазақтарды Қазақстанда тұратын басқа халықтарға қарсы қояды. Біз қазақтарымыз Қазақстанда өмір сүріп жатқан, ешқайда кетпеген, Қазақстанда туып өскен басқа халықтармен бірге болуымыз керек. Біз олармен бейбітшілік пен келісімде өмір сүруіміз керек. Біз Қазақстанның басқа халықтармен жұмыс істеуіміз керек. Әсіресе басқа халықтың жастармен. Жастарды Қазақстан патриотты болуға, қазақ тілін үйренуге шақыру тиіспіз. Ал Қазақстанда ұлтаралық қақтығысқа шақыратын адамдар, олар қазақ халқының жауы. Бірақ қазақтардың бірлігі туралы ұмытпауымыз керек. Біз қазақтар басқа халықтарға бірлік пен келісімде қалай өмір сүру керектігін көрсетуіміз керек. Егер жақын жерде жұмыс істегісі келмейтін қазақтар тұрса, онда оларға көмектесудің қажеті жоқ. Ал егер сіздің жаныңызда көмекте мұқтаж мүгедектер немесе мұқтаж қазақтар тұрса, сіз оларға көмектесуге міндеттісіз. Біз қазақпыз, біз азбыз. Ал кейбір нағыз қазақтар бір-бірін тауып, бір-бірімен төбелеседі. Нағыз қазақ қолды көтеретін нәрсе емес. Ол басқа қазаққа даусын көтеруге құқығы жоқ. Ал егер ол басқа қазақтың қолын көтерсе, ол қазақ емес. Бізге ұзақ уақыт бойы қазақтар бір-бірімен бейбітшілікте өмір сүре алмайды деп шабыттандырған. Бірақ бұл дұрыс емес. Мен әжем ескі күндерде нағыз қазақтар бейбіт өмір сүргенін және өте сирек ұрысқанын айтты. Егер қазақтар арасында анда-санда қақтығыстар туындаса, онда бұл қақтығыстарды біздің қазақ ақсақалдар шешкен. Ескі заманда ақсақалдар тек қазақ тілінде сөйлейтін, намаз оқыған. Олар ешқашан ішімдік мынандай алкоголь ішпеген. Нағыз ақсақалдар болды біздің қазақтар. Мына ескі уақытта халық оларды тыңдады. Өйткені олар нағыз ақсақалдар болған. Мен өзім бақыттымын. Өйткені мен нағыз қазақ ақсақалдарды өз көзіммен көрдім. Олармен сөйлестім. Олардан ақыл сұрадық біз жас кезінде. Жақында жас қазақтар арасындағы дауды шешу үшін бір шал жақында шақырылды, бір жігіттер. Бұл қазақ шал шығып, кеңестік режимді қалай жақсы біз өмір сүрген айтты, басқа тілде айта бастады. Бұл шал ақсақал емес, бұл нағыз маңқұрт. Бұл қария сияқты қазақтарды тыңдаудың қажеті жоқ, мен ойымша. Өкінішке орай, кеңестік режим кезінде қазақтар ішінде олардың кейбіреулері, барлығы емес, кейбіреулері маңқұрт қазақтары кеңес одағының жүйесі өсірді. Кейбір аға буын өкілдері біз үшін қазақ халқының патриоттары үшін өкінішке орай олар жоғалған. Біз тек қазіргі ұрпаққа ғана өсіп, қартайып, нағыз ақсақалдарға айналатын қазақ жастарына үміт артамыз. Тек қазақ және ағылшын тілдерінде сөйлесіп, намаз оқып, жастардың болашақ ұрпақтарына өз отаны мен халқын сүйуге үйрететін болады деп сенеміз, үміттенеміз.
Назарыңызға рахмет. Бірінші бөлімнің соңына екінші бөлім қараңыз.